Жалғыз бардың ба? Неге маған айтпадың? Жоқ, Боранмен бардым. Солай ма? Арнайы АБК студиясы дыбысталды. Дыбыстандар Ако және Эмма. Құдайым-ай, Дохана ұйқысын қандырам деп тамақташ бейтін болды. Ол шаршап жүр ғой. Ол кеш жатып, ерте тұрып жүргендіктен осылай болып жүр. Мен сияқты кеш жатып, кеш тұрса болады ғой. Бұлай болмайды. Боран, Ол құдайым. сенің құрбың бар еді ғой? Хана деген. Кім? Мына ма? Жоқ. Дохана деген. Хана? Иә. Оның жігіті бар ма? Оның жігіті жоқ. Бірақ сен оның талғамнан емес. Сен оны қайдан білесің? Ендеше телефон нөмерін өзім сұраймын. Көріскенше. Осылай кете бересің бе? Осы чанткан бір түрі жігіт. 심리가 있네. 등신이야, 등신. Ол кім? Бір қосымшаға барамыз. Қосымша? Хананы көріп көз түскен сияқты. Иә, біздің Доха тартымды қыз емес пе? Иә, Хана өте әдемі. Иә, сен де. Жоға, сен әдемсің. Қасылылардың ішінде қашанғы жүреді екен. Көп сөйлей берме, тамағыңды же. Мынау сен емессің бе? Боран, саған көбірек ұқсайды. Сен неге ұйықтамай жатырсың? Қазір ұйықтаймын. Сау бол. Көріскенше, ертең дүкенге барақшы, қарным ашып тұр. Боран. Бұл өмір жұп және тақсандардан тұрады. Тақсандар тек бірге бөлінеді, ал жұпсандар екіге. Бұл не? Рахмет. Өзің жалғыз бардың ба? Неге маған айтпадың? Жоқ, Боранмен бардым. Сенің қолың бос емес болды ғой. Солай ма? Көп рахмет. Әй, не? Енді сурет бөліміне түсу қиын ба? Көркем өнер ме? Неге сұрадың? Жай. Менде өнер колледжіне түскім келеді. Сенің қолыңнан келеді. Сен суреті жақсы саласың. Бірақ ол жақта бағаға қарайды ғой. Иә, әрине. Баға да маңызды. Бірақ сен осы сәттен бастап тырысып көрсең болады. Сондықтан да анаммен сөйлесіп көріп едім. Боран барып жүрген қосымшаға барайыншы деп. Екеуің бірге барасыңдар ма? Жұпсанды екіге бөлсек, 0 қалады. Сенің қолың сурет қосымшасынан босамайтын секілді. Иә. Бірге барсақ жақсы болар еді. Иә. Ал тақсанды екіге бөлсек, 1 қалады. Біз Боран екеуміз шопингке барамыз. Бізбен жүрсеңші. Менде басқа жұмыс бар еді. Жарайды. Тақсан болғандықтан жүрегің жабырқайды. Жалғыз болған жүрегіңе батады. Себебі бәрінің жұбы бар. Ал сен болсаң әрдайым жалғызсың. Намшиу, 농구 동아리 сізді баскетбол секциясына қатысып жүруді жоспарлап жүргеніңізді білеміз. 변화가 있다고 들었는데요. Кім айтты? Тілші Йоборан ханым айтты. Йоборан ханым оның Дохана бойжеткеннен естіген екен. Бұл шын ба? Сәлем. Боран мен Дохана қайда? Оны неге бізден сұрайсың? Оны бізден қарағанда сен жақсы білесің ғой. Не? Бұл мен білу керек болған дүние еді. Олар шопингке барамыз деген еді. Көрдің бе жоқ па білгім келген. Олар бүгін қосымшаға барамыз деген. Қайдағы дүкен аралы? Кеттік, барып дайындалайық. Мен білуім керек болған дүние жаныма қатты батты.
иә, бүгін қосымшаға баратын күн еді. ей, естідің бе? Бір бала дұханаға су салмақшы екен, бәріне сұрастырып жүр. Жігіті бар ма деп. Біздің мектептен сұлуы. Әрине, кемханада бар. Дұхана, менен де сұлу ғой. Дұхана біздің мектептің атақты сұлуына айналуы сөзсіз. Солай емес пе? Мен барып қыздарды іздеп келейін. Не болды? Не болды деймін? Не болды саған? Болмашы дүниелер жанымда толықтай жараламайынша бір шешім табуға тырыстым. Мен саған кемханада SMS-ке жауап беретін күні болады екен ғой. Кешір, бүгін кездессек қалай? Бұл не өзі? Сендермен шопингке барсам ба деп едім. Кездесуге бармайтын болдым. Бүгін қосымшаның бар екенін ұмытып кетіппін. Сен ұмытқан жоқсың, жай ешқашан барғың келмейді. Ертең барсақ қалай? Бола ма? Келістік. Алақай, мен дайынмын. Қайда барамыз? Далап алуға барайық. Кемхана, Бүгін ерте келдің ғой. сабақ оқымасам да қалмауға тырысамын. Шеу екеуің жақсы қыдырпайтыңдар ма? Жоқ, оны секцияға жаздырайын деп едім, ашуланып кетіп қалды. Оны тізімге жазып қойғанда да ашуланып еді. Ал енді топқа қосыласың ба деп сұрасам ашуланды. Ал сендер ше? Бүгін кино көреміз. Бүгін де барасыңдар ма? Киноның бағасы қымбат емес пе? Ақшаң көп болса жақсы ғой. Олар кеше барды ма? Саған айтпады ма? Тақсан деп. Аяғында бәрібір жалғыз қалатын санды айтады. Жоға, айтқан болатын. Мен кеше хаттарды оқымаған едім. Skyscraper киносына да барыпты. Шу екеумізге де бару керек еді. Мен кеттім. Жақсы. Жұп сан деп екіге бөлінетін сандарды айтамыз. Онлайн билеттер, Skyscraper. Билет сатып алудан бас тарту. Ешқашанда. Мен өзімді тақсан боламын деп ойламаппын. Бір күн бұрын. Бір-бірімізге ұқсайтын кезде сабақтан қашып кету деген шынымен де ең керемет сезім. Менікі де дұрыс емес секілді. Қосымшаға да барып жүргеніме енді бірнеше күн болды. Одан да қайта барайын. Киноға барғың келмей ме? Кемхананы да шақырайық. Қандай кино көреміз? Мынау. Оған бұндай кино ұнамайды ау. Ол мультфильмді ұнатады. Иә, бірақ дұрыс айтасың. Осы киноны көргім келіп еді. Бүгін осы киноны көріп, ертең кемханамен мынаны көрейік. О, келістік. Өте аптада шыққан кино емес пе? Кемханаға ұнайтын сөзсіз. Нағыз достар. Тағы не бар екен? Тезірек таңдайық.